Бүгін біз әдебиеттік оқу сабағынан «Жерім жомарт, адамзатты асыраған» тақырыбын өтеміз. Сабағымызды бастамас бұрын қабуснамадан үзінді тыңдап көрелік. Ей перзентім, егер сен жомарт адам сияқты халқына қызмет етуді ұнатсаң, әуелі жомарттықтың не екенін білгін. Жомарттықтың негізі 3 нәрседен тұрады. Бірі, айтқан сөзіңді қалтқысыз орындау. Екіншісі, туралыққа, әділдікке нұқсан келтірмеу. Үшіншісі, қайырымдылықты естен шығармау. Оқушылар, жомарттық деген не? Түсінгеніңді сызбаға түсіру керек. Бүгін біз сендермен халық жазушысы ақын Мұзафар Әлімбаймен таныс боламыз. Мұзафар Әлімбаев Қазақстанның халық жазушысы. 1923 жылы Павлодар облысы Шарбақты ауданы Маралды ауылында дүниеге келген. Әлімбаев балалар әдебиетіне ерекше еңбек сіңіріп келеді. Оның Балдәурен, Шіркін балалық, Ақсерек пен Көксерек тағы да басқа сондай кітаптары оқырмандар қауымына кеңінен танымал. Әлімбаев дүние жүзіндегі 70 елдің мақал-мәтелін жинап, оларды ана тілімізге аударды. Мұзафар Әлімбаев туралы қысқаша сызбаны толтыру қажет. Ол 34-ші беттегі 1-ші тапсырма жұмыс дәптерінде. Мұзафар Әлімбаев туралы не білгенімізді жазып болсақ, кім жомарт, не жомарт өлеңін оқу қажет болады. Екінші тапсырма ақын ойын кестеге түсіру керек және оны жалғастыру керек. Ол жұмыс дәптерінде берілген. Кім жомарт, не жомарт? Кім жомарт? Батыр жомарт, халық үшін жанын берген. Кім жомарт? Ұстаз жомарт, бар балаға тәлім берген. Не жомарт? Жер жомарт, адамзатты асыраған. Не жомарт? Күн жомарт, жерге нұры шашыраған. Ақын ойын кестеге түсіру керек және оны жалғастыру керек. Мысалы, кім жомарт? Батыр жомарт. Неліктен? Өйткені халық үшін жанын берген. Дәл сол сияқты қалған сұрақтарға жауап беріп, кестені толықтырамыз. Үй жұмысына 72-ші беттегі 6-шы тапсырма. Төмендегі жолдарда берілген ақын ойын өз бетінше жалғастырып, түсіндіріп, айтып көреміз. Тапсырманы дәптерге орындап, күнделік кезет сайтына жүктеу қажет болады. Ал 71-ші беттегі кім жомарт, не жомарт өлеңін жаттап алыңдар.